уверенностью могу сказать, что это были мирные протесты, которые были подавлены для сохранения авторитарного режима. Токаев – бенефициар январских событий. Он использовал протесты, чтобы узурпировать и консолидировать власть. Важно понимать, что Токаев продолжает политику Назарбаева. Он такой же, как Путин и Лукашенко. Хвалить Токаева, как это делают некоторые представители вашего общества, такие как Шульман, Латынина, Гудков и другие, это значит поддерживать авторитарный режим в Казахстане и оправдывать расстрел людей. Имея огромную аудиторию и большое влияние, они распространяют ложный нарратив, что Токаев якобы стремится к демократическим реформам и дистанцируется от Путина. Это неправда. Власть в Казахстане удерживается насилием и репрессиями и поддерживает путинский режим. У нас украли революцию, и Токаев имеет к этому самое прямое отношение. Мінекей қараңыздар, бұл жерде бұл өзі жалған нарратив құрастырып жатыр. Мына болған оқиға халық бейбіт митингке шықты. Ешқандай Путиннің, Кремльдің арнайы операциясына қатысы жоқ. Бір Тоқаев біздің революциямызды ұрлап кетті дейді. Соның ішінде жалған нарратив жөнінде айтып жатыр. Көрдіңіз ғой, алдап жатыр дейді, жаңағы жалған нарратив таратып жатыр дейді. Қашанда өзінің жұмысы 90% мінекей жалған нарратив. Бұл әрине бұл деген бүкіл бұрын сөздері өтірік емес. Тағы да бұл адамды алдау үшін, бұлар сенімге беру үшін 90%-ын жаңағы шындықты айтады. Бірақ бір сөз бар ғой. Ібліс егжей тегжейде тығылады деп, дьявол кроется в деталях дейді. Сол кішкентай нелерде керек кезінде бұрас болады бұлар, көрдіңіздер ғой. Сөйтіп, мінекей жаңағы мына сол нарратив мінекей. Имея огромную аудиторию, большое влияние, они распространяют ложный нарратив, что Токаев якобы стремится к демократическим реформам и дистанцируется от Путина. Енді бұның Егубаевың сөздері, мына ойлары қалай корреляция жасайды, мына резонанс қалай болып тұрады, мына сұм жүйенің идеологы кезінде жүйенің бұл деген атағы болған Ермұхамед Ертісбаев дегенмен, Ермұхамед Ертісбаев профессор, саясат ғылымдарының докторы, 12 жыл қатарынан Назарбаевтың құлағында отырды, кеңесші болып, министр болды, институт стратегической исследований, бірнеше қызметтер басқарды, елшілігін санамағанда. Бүгінгі күні мына елімізде Народная партия деген, халық партия деген партия бар, бұрынғы коммунистері. Ол сепаратистердің партиясы, орыстардың. Соны басқарып отыр. Міне, қалай Динара Егубаева пропагандистка, мына орыс қол, русофил дейді, мәңкүрт, мінекей, мына Назарбаевтың бұлбұлы қазір Тоқаевтың командасында пуымды жабатқан екінің сөздері қалай сәйкес келеді. Корреляция, резонирование дейді, байланысы. Тыңдаңыздар, мынау Ермұхамед Ертісбаевты. Из членов семьи кто, по вашим данным, поддержал Токаева? Тимур Кулебаев. Почему, как вы думаете? Тимур, он, вот сколько я его знаю, он очень жесткий прагматик. Победитель получает все трофеи. Как только стала вырисовываться картина, что Токаев побеждает и становится единовластным полным правителем, конечно, Тимур поддержал. А как он не поддержит его, если основа всего его бизнеса это находится здесь, в Казахстане, а не за границей и так далее. Про других членов не могу говорить, знаешь почему? Потому что слишком явно вырисовываются вот эти ослиные уши, вот этих так называемых террористов, боевиков, штурмовиков, этих бандитов, откровенно говоря, которые начали весь этот хаос устраивать с единственной целью. Вернее, две цели. Первая цель – полностью дискредитировать народную революцию, протест как таковой. Вторая цель – напугать Токаева. Мінекей, бақыладыңыздар ма? Қандарда болған халықтың революция екен, мына пропагандистің сөзі бойынша. Бұларға бұл керек, халық көтерілді өздері, анау иелерін тағу керек, ФСБ-ның несін. Бұлар халықтың революциясын дискредитация жасады дейді жаңағы. Мынау кім Қайрат Сатыбалды, басқалар жаңағы есектерінің құлақтары шығып тұрған дейді. Кімге келетін болсақ, неге кім Тимур Кулебаев қолдады, себебі байлығы осындай ғой дейді. Онда ғана емес, Тимур Кулебаев бұрыннан бері Вербовканы өткен, ол жаңағы Путин пулында, командасында, неге Ресейдің жаңағы Газпром